Біз ноғай тілі әдебиет оқытушылары болғаннан себеп, бізге түрлі амалламалар қолдама түседі. Тілді байыту үшін, тілдің мәнісін өстіру үшін, тілдің ақында тілдің керектілігін халыққа еткеру үшін. Міне бүгінгі біздің проектімізде оқимыз Гамзат Ажигелдиев деген проект бек мәнәлі деп ойлаймын. Не десе, сосы проектті біз журналистіміз Эмир Өтевалиевпен бірге озғары жатырмыз. Нұршия Жайжинна сиолдасымман. Мен ойлаймын бек мәнәлі істеп, көрім болсын деп басқа мектеплерге, балалар ноғай тілді сүйсінлер, ноғай классиклерімізге мәне берсінлер, оқысынлар. Не десе, біздің әдебиетіміз сондай да бай, тіліміз сондай да шебер, сыпайы. Соны яслар оқыса, біз бүтінді сүйінеміз. Не десе, міне келектегі ертеңгі күніміз ойласақ, тіл бек үлкен орында алады жашауда да. Әдем тіл болмаса, халықта жоқ, елде жоқ. Мысалы, мен дайымда айтамын балаларға, егер сіз ноғай тілді, туған тілді білсеңіз өзіңіздің, басқа түрк миллетлермен де сіз хабарлама, парахат, аңлама болыс бір-біріңіз деп. Кешке өсіп келе тұрған жас өспірлеріміз ноғай тілді мұтып бара тұрғанына жүрегіміз ашиды біздің өзекті. Жүрегіміз ашиды, қиналамыз. Сонышында бәрі амалларды қолданып, түрлі проектлер болсын, ашық дәрістер болсын, яратушылық кешіліктер болсын. Міне бүгінгі біздің Гамзат Ажигелдиевті оқимыз деген проектіміз болсын. Осындай амалламалар бізге күш береді, келекке сенім береді. Біздің балаларымыз оқыр, туған тілін сүйер деп, не десе, тек мектепті туыл, мектепті құтарғаннан соңды, ол бек керек зат әдемге. Туған тілді білу, сүю, әрбір әдемге өктемлік болмарық, күйөз болмарық деп ойлаймын.